Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арнап өріктен варенье жасайтын боламын. Осындай толық піскен өріктерімізді алып, жақсылап жуып, дәнегінен ажыратып аламыз. Мен бұл жерде дәнегінен ажыратылған 2 кг өрікке 1 кг қант қосамын. Қанттың үстіне су құйып, енді баяу отта осылай қайнатамыз. Қантымызды осылай қайнатып болған соң, үстіне өрігімізді салып, қақпағын жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Егерде жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген осындай банка жабудың түрлерін көрсететін боламын. Мінекей жарты сағат өткен соң өріктерімізді сироптан осылай сүзіп аламыз. Одан соң сиропымызға жарты қасық лимон қышқылын салып, тағы да осылай 5-10 минут қайнатамыз. Мінекей осылай көбіктері шығады, көбіктерін осылай алып тастаңыздар. Енді сиропымызға өріктерімізді осылай саламыз. Одан соң баяу отта өрігімізді 1 сағат көлемінде қайнатамыз. Мен осылай 1 сағат қайнатқаннан соң вареньеміз осылай дайын болды. Мінекей вареньеміз дайын болды. Өте әдемі, суы тып-тынық болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Банкаларымызды стерилдеп, вареньемізді осылай құйып алып, қақпағын жауып тастаймыз. Егерде видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлерді жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.